Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Нұрила Ғаниқызы. Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушысымын. Мамандықтар әлемін ашамыз облыстық байқауында мен таңдаған мамандық номинациясы бойынша бұқаралық ақпарат құралдары, яғни журналистика мамандығы жайында айтатын боламын. Жалпы журналистика мамандығы дегеніміз не? Журналистика мамандығы ол халыққа, елге ақпарат тарату. Бұл мамандық мен үшін неге тартымды болды? Журналистика қоғамның үні, халық пен билік арасындағы алтын көпір. Маған бұл мамандық шындықты айту мен әділдікті талап етуімен өте қызықты болды. Сонымен қатар адамдар тағдырына әсер ете алуымен тартымды. Журналистика тек ақпарат таратушы ғана емес, ол қоғамға, жалпы адамдардың ойын өзгерте алатын тұлға. Мен қоғамға өзекті мәселелерді көтеріп, елге пайдамды тигізгім келеді. Жалпы бұл мамандықтың шығу тарихы ежелден бастау алады, яғни ежелгі заманнан бастап жазба хабарлардан, газет шығарудан басталған болатын. Қазақстан бойынша 1870 жылы ең алғашқы Дала уалаяты Түркістан газеті деген секілді газеттер шығып бастаған болатын. Ең бірінші бастауы Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, сонымен қатар Міржақып Дулатұлынан басталған болатын. Мамандықтың мазмұны. Жалпы журналистің негізгі міндеттері ақпарат жинау, сұхбат алу, мақала жазу, репортаж жасау, сонымен қатар ақпаратты тексеру мен қоғамдық мәселені талдау. Қазіргі журналистер тек газетте ғана емес, теледидарда, радиода, интернет порталдарда, сонымен қатар әлеуметтік желілерде де жұмыс жасайды. Мамандық бойынша Қазақстанға танымал адамдар. Мен бұл жерде 3 адамды алдым. Бейсен Құранбек, Нұртілеу Иманғалиұлы, сонымен қатар Ләйлә Сұлтанқызы. Бейсен Құранбекті біз 2013 жылы айтуға оңай бағдарламасынан білсек, Нұртілеу Иманғалиұлын біз бай қуатты болайық, сонымен қатар сүбелі сөзімен, терең сұрақтарымен тани аламыз. Ал Ләйлә Сұлтанқызы бәрімізге мәлім, сонымен қатар балаларға бақытты балалық шақ сыйлаған, яғни 2016 жылы Балапан телеарнасының директоры болып жұмыс жасады. Сонымен қатар бәрімізге мәлім, Әйел бақыты атты ток-шоуының авторы, сонымен қатар жүргізушісі болды. Жалпы, бұл мамандық қажет ететін қасиеттер мен қабілеттер. Журналист болу үшін шешендік қабілет, сауатты жазу, батылдық, жауапкершілік, шыншылдық, жылдам ойлау қабілеттері керек. Сөз қару болғандықтан журналист сөзді орнымен қолдана алуы керек. Біз үшін сөз үлкен қару, және сондықтан әрбір сөз біз үшін өте маңызды. Мамандыққа жол мектеп қабырғасынан бастау алады. Яғни, мен қазіргі таңда өз мектебімде ақпарат фракциясының басшысымын. Мектебімде болып жатқан түрлі шараларды түсіріп, интернет желісіне салатын боламын. Сонымен қатар мектебімізге келетін қонақтардан сұхбат алып, интервью алып, мектеп жаңалықтары, сонымен қатар түрлі подкасттарды YouTube желісіне, Instagram және TikTok желісіне саламыз. Бұл сол түсірілімдерден кішігірім үзінділер. Сонымен қатар, мен мектебімде Жас өркен атты мектеп газеті, сонымен қатар мектеп жаңалықтарын шығарған болатынмын. Жас өркен атты мектеп газетінде осы 2026 жылы қаңтар айында болған жаңалықтарды толығымен салған болатынбыз. Мектебіміздің мұғалімдері оқушылардың жетістігін жариялаған болатынбыз. Ал бұл қаңтар айының мектеп тынысы деген мектеп жаңалықтары. Мамандықтың жақсы және қиын жақтары. Артықшылықтары: қоғамға пайда келтіре аламыз, танымал болу мүмкіндігі бар, сонымен қатар әртүрлі танымал адамдардан сұхбат алып, олармен коммуникацияға түсе аламыз. Ал қиын жақтары: бұл өте үлкен жауапкершілікті талап етеді, сонымен қатар өте қауіпті және уақытпен санаспай жұмыс жасаймыз. Бұл мамандық бойынша біз қайдан білім аламыз? Қазақстан бойынша біз Алматы қаласында Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бар, ал Астана қаласы бойынша Еуразия ұлттық университеті. Шет елдерді қарастыратын болсақ, Америка құрама штаттарында және Ұлыбританияда білім ала аламыз. Бұл мамандық бойынша, журналистика бойынша қай салаларда жұмыс істеуге болады? Тележурналистика, радиожурналистика, баспасөз, интернет журналистика, сонымен қатар қазір өте танымал пиар және медиа қызметі және баспасөз хатшысы. Мансаптық болашағы. Бұл журналистика мамандығының бастапқыда жай ғана қарапайым тілші болып, кейін редактор, бағдарлама жүргізушісі, продюсер, сонымен қатар медиа басшысы болуға мүмкіндігіңіз бар. Айта кететін жайт, журналистика мамандығы ешқашан өлмейтін мамандықтар қатарында. Неге? Себебі ел барда, бір тұтас мемлекет барда ақпарат болады, ал ақпарат бар жерде журналистика мамандығы керісінше жалындап тұрады. Қазіргі таңда еңбек нарығындағы сұранысы. Қазір цифрлық медиа дамып келеді. Онлайн журналистика, SMM, медиа аналитика саласында мамандарға сұраныс жоғары. Ақпаратты қоғамда журналист мамандығы әрқашанда қажет. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Нұрила Ғаниқызы. Нұрлы күндерде жолыққанша.